Қазіргі заман оқуға құштар, білімге құштарлығы мықты адамдардың биікте көрінетін заманы. Кез келген таудай жетістікке жетем деген адамның өзінің даму жолы осы кітаптан басталады. Ильяс Жансүгіровтің «Хан адвокат» әңгімесінде кеңестік кезеңдегі ауыл тұрмысы мен сот жүйесіндегі әділетсіздіктер сатиралық тілмен бейнеленеді. Шығармада бұрынғы би, бай, болыс тұқымы хансымақ тұлғаның жаңа заманға бейімделіп, өзін адвокат ретінде көрсетіп, әділет жолын емес, айласын асырып, қарапайым халықты алдауға тырысқан суреттеледі. Мен болсам, о дүниеге кетіп барам деп басталады әңгіме. Іш өткеннен ауырып қалған Ыра есімді адам өзін ауылдың қамқоршысы санайды. Бірақ ауыл жұрты оны мойындамайды. Тіпті балалар да тыңдамайды. Соған қарамастан ол өзін Досан ауылының иесімін деп есептеп, сырттай қамқор болып жүреді. Қатты ауырдым деп бақсы шақырып, садақа беріп, өсиет айтып, бүкіл ағайынды жинайды. Өлгенде қайда қоятынын, кім намазын оқитынын тәптіштеп айтып береді. Бірақ жұрт оған күледі. Себебі ауруы жай ғана іш өткен. Біраз уақыт өткен соң Ырай Қызылордаға барып киімін өзгертіп келеді. Бірақ мінезі сол күйі. Пойызда жастармен сөйлесіп отырып тағы да баяғы сөзін айтады. Мен болсам, о дүниеге кетіп барам, қалған қара Досан не болар деп. Кеңес үкіметін сынап, Американың жұмысшыларын мақтап, қазақтың болашағы жастарда деп тағы да қоштасады. Отырғандар ішек-сілесі қатып күледі. Себебі өзін хан адвокатпын деген адам бірде патша, бірде халық жанашыры болып шыға келеді. Бірақ сөзінің бәрі үстірт, дәлелсіз, әрі шындыққа жанаспайды. Осы әңгімені тыңдап отырып біз де күлдік. Алдымен іш өткенге дүрліккеніне, кейін ел қамқоры деген желеумен өзін ғана ойлағанына. Бірақ бүгінгі күнге қарап отырып тағы да күлдік. Себебі ондай ырайлар әлі де бар. Сондықтан бұл күлкіде ащы шындық жатыр. Жаңа Қазақстанды құру зиялы және де білімге құштар ұлттан басталады. Ендеше ел болып кітап оқиық. Ильястың еңбектерін өнеге етіп қалдыру сіз бен біздің парызымыз.